Бар жоғы үш стратегия. Негізінде жеккілікті трейдинг арқылы стабильный ақша табу үшін. Осы видеода мен сендерге үш стратегияны достар көрсетемін, бірақ бір талабым бар. Білесіңдер ғой, трейдинг ол рыбалка сияқты. Сенің мақсатың әшейін күту. Яғни жаңағы стратегиялардың отработкасын күтіп отырсаң болады. Қалай оған уақыт кетірмей, қалай оны өткізіп алмау керек, оның барлығы осы видеода айтылады. Енді каналға лайк, подписка және комментарий жазып, бұл видеоның ақпаратын көтерейік. Сәттілік. Барлықтарына сәлем достар. Қазіргі таңда мен сендерге осы стратегияны қарастыратын боламын. Біріншісі бізде стратегия 1HM3, то есть 1 сағат пен 3 минутта іске асатын стратегия. Екіншісі ол бізде обратный Fibonacci 1,618 деңгейі бойынша. И үшіншісі ең күрделісі, бірақ ең әдемі жұмыс жасайды. То есть мынау кәдімгідей бар ғой, 100% жұмыс жасайтын стратегия. Самое прикольное в том, что оны тауып алу керек. Күту керек осы картинаны. Тапсаңдар болды, 100% заработаете. Енді біріншіден қарастыратын болсақ, сендерге сессияны үйрену керек. Ол дейтін мен сендерге көрсетемін. Видите, менде Токио деген бар, Франк и Лондон. Другими словами, это бізде Азия, ол Токио, Франкфурт и Лондон, Европа. И вот жаңағы, собственно, Нью-Йорк сессиясы кетті. То есть уақыттарына қарай. Қазақстан уақытымен еспейтін болсақ, сағат 13:00-де бізде Лондон ашылады. Кеш сағат 6:30-да бізде ашылады жаңағыдай Нью-Йорк, Америка. То есть осыны сендерге дұрыс түсіну керек, ки 3 минут таймфрейм жұмыс жасайтын болсаңдар, жақсы ақша табасыңдар. Ең бастысы сендерге Азияға бір рейндж керек, яғни боковик дейікші бұны айтқан кезде. Потом сендерде Франкфурт болады. Франкфурт Азияның төменгі жағын өтірік кесіп кету керек. То есть стоп-лосстардың бәрін жинап, мына жерде ликвидностьтер бар ғой, бәрін жинап, ложный пробитие жасау керек. Потом максимумды обновлять етіп, разворот көрсету керек. Мен жоғары кетуге дайынмын деп. И осы уақытта как раз таки сендерде Лондон басталады. Мына жерде уже сағат 13:00-де. То есть сағат 1-де сен сделкаға кіруге дайын болу керексің. И Лондонның ішінде имбаланс болу керек осындай. Имбалансын бойынан сен сделкаға жоғары кіресің. Қазір живой көрсетемін ол стратегияны. Көріп тұрғандарындай бізде төменгі жақтағы Азияның лоу бар ғой, жаңағы бәрін ложный пробитияға бізде Франкфурт шешіп алып кетті мына жерден ликвидностьтерді. И алатта бағанын лақтыратта разворот береді. То есть максимумды кесіп бізде разворот пайда болады. Разворот пайда болған кезде ол либо Франкфуртта, либо Лондонда вот маңызды емес, ең басты сендерге керегі имбаланстар. Сол имбалансын бойына келді де баға көріп тұрғандарында Лондонда ары қарай өсіп кетті. То есть мына промежутокта сен сделкаға жоғары кіріп, стоп-лоссты натурал минимум артына қоясың, тейкті басына дейін апарсаң болады в принципе. И осы ақша таба аласың да, допустим, один из хороших вариантов. И тура сол ситуация, в принципе, мына жерде тағы да тұр. То есть мына мезетте бізде төменгі ликвидностьтерді шешіп, Лондон ашып басталды, точнее Нью-Йорк, максимумды кесіп разворот жасады. И осының ішінде сенде бар ордер блок. То есть осы ордер блоктың бойынан тағы да жоғары сделка кіре саласың, стоп болсын жақта, тек просто ана жақтарға дейін найдешь, короче. Вот осындай оп-оңай стратегия. Бұл біріншісі. Екіншісі стратегия обратный Fibonacci. Сендер білесіңдер ғой, біз кез келген бір импульс пайда болған кезде минимумнан максимумға дейін біз обычно Fibonacci тартамыз. Если вдруг сендер мынандай жағдай болса, то что сендерде бірінші разворот болады, то есть баға как бы төмен кетем деп, и қайтадан разворот. То есть импульс. Осындай жағдайлар көп кездеседі графикте, бұл дейтін жаңағыдай манипуляция ғой. И сен қалай жасайсың? Допустим, біз сіздермен қазіргі таңда белгілі бір импульсті, потом коррекцияны көрген кезде, біз Fibonacci'ді минимумнан максимумға тартатынбыз. И 0.618, 0.86 бойынан как бы сделкаға кіре беретіміз. Но бұл ситуацияда біз қазір қалай жасаймыз? Бір секунд. Бұл ситуацияда қалай жасаймыз? Біз керісінше, даже восходящий импульс болса да, максимумнан минимумға тартамыз. Сол кезде, мұнда сендерде секретный уровень бар, 1.618 сол ашылады. Ол үстіңгі жағында пайда болды. Көрдіңдер ма? То есть таким образом, сен жаңағыдай баға разворот жасап төмен кетті, қайтадан разворот жасаған кезде, қай жаққа дейін барып тоқтайтын біле аласың. То есть сен либо сделканы жаба аласың, либо төмендеп бағаның құлауынан ақша тауып кетсең болады. Реальный примерді қарастыратын болсақ міне тұр. Қараңдар, бізде получается импульс болған, коррекция, и вот новый импульс болды. Новый импульстан кейін тағы да бір импульс шықты. То есть мынау полноценный разворот. Тем не менее, біз көріп тұрмыз, что төменгі жағында бізде бар имбаланс, и осы имбаланс бағаны үстіге лақтыр жерді. Енді мен қазір бетемін. Мына тұрған максимумнан, мына тұрған минимумға дейін Fibonacci тардамын.
сол кезде үстінде менде 1,618 дейтін деңгей пайда болады. Енді мұқият қарайық. Осы деңгейді қарайтын болсаңдар, баға прямо сол жерге дейін барады да разворотпен төмен кетті. То есть мына промежутокта сен просто сделкаға төмен кіріп кететін едің. Все очень легко. То есть видите, какая простая стратегия. Үшіншісі, 100% жасайды деп отырғаным, ол менде бабочка. Как это работает, как сендерге мен түсіндіремін. Допустим, сенде бір импульс болды, потом кетті коррекция, потом вроде новый импульс жалғасам дейді, шамасы жетпейді, төмен кетіп қалса, онда қара, сен осы жерде қалай жасайсың? Сен Фибоначчи тартасың, минимумнан максимумға дейін, и көріп тұрсың то, что именно 0 дейтін сенде максимум ғой, осы 0-дің астында тұрған 0,236-ның бойынан баға төмен кетіп қалса, тура сол ситуация бірақ зеркальный ар жағында бір дейтін уровеньнан кейін тұрған 0,86-ны күтесің. То есть осының бойынан уже сен сделкаға жоғары кіресің. Бабочка деген осы, то есть минимум, максимум, коррекцияның тоқтаған жері вроде бы, Б точкасы. Потом баға өспей түсіп кетті, өсіп, и қайтан былай кетті. То есть осындай ситуация қарастырдық біз. И дәл солай бізде мысалы үшін баға төмен кетті, коррекциямен барды. Төмен кетіп бара жатқан шамасы жетпей где-то любой бір жерде тоқтайды да. Мысалы үшін қазір көрейік біз есептеп Фибоначчимен. То есть бізде 0,382 тоқтады. Яғни, допустим, 0-ден кейін мынау емес, а мынадан тоқтады. Тура солай зеркально 1-ден кейін мынау емес, мынау ғой зеркально. Тура солай мына бетінен керісінше жағынан сен сделкаға кіресің төмендеп, чтобы заработать на падении. То есть именно так вот все работает бабочка стратегиясы. Как более понятно болу үшін мен сендерге көрсетейін. Біз сендерін байқап тұрмыз, то что менде бар әдемі бір импульс. Вот. Потом болды бізде коррекция. Коррекциядан кейін баға төмен кетті. Бірақ минимумды пробивать етпей тоқтап кетті. Енді есептейік. Максимум тартамыз минимумға дейін. И біз көріп тұрмыз то, что 0,236-ның бойынан бізде қазір таңда баға керісінше қайтып кетсе, тура солай зеркально 786-ның бойынан баға бізде төмен кетті. То есть таким образом бізде жаңағы бабочка пайда болады. A, жаңағы X, A, B, C, D. Просто отзеркалится. И все. В принципе, осы топ-3 стратегия. Мен түсінемін, жалпы трейдингке бәрі қызығады, себебі бұл жерде табысы өте үлкен. Біріншіден, екіншіден сен әлемнің кез келген жерінде отырып ақша таба аласың. Өйткені бұл онлайн сала. Но достар, ұмытпаңдар, бұл салада риск бар. Егер сен біліміңді дұрыс қолданбасаң, эмоцияңды контролировать етпей, асығыс шешімдер қабылдап, және тез табыстың артынан жүгіріп, үлкен ақшамен кіріп кетіп, ақшаларын жоғалтып алған жағдайда қайтадан стабильный трейдингке келу қиын. Өзің ойлашы, сен әр сделкаға $10 кіріп жүрсің, жақсы ақша тауып жүрсің. Бір күн аласың, $500 кіресің, қадалып қаласың. Неприятно, да? Сол үшін қазірден бастап эмоцияңды дұрыста. Сол каналға лайк, подписка жасап ұмытпаңдар, және біздің телеграм каналға тіркеліп қойыңдар. Ол жақта как раз таки психологияға қатысты біліммен бөлісеміз.